сіздерге қазір Microsoft Teams'ті жазып алуды және оны қолдануды қазір сіздерге үйретемін. Жазып алу үшін Google'ға Microsoft Teams скачать дегенді жазамыз. Содан кейін ең бірінші ашылған ссылканы басамыз. Скачать версия для компьютера басамыз. Жазылады. Менде қазір жүктелген түрі бар. Соны қазір қондырып көрейін. Продолжить, установить дегенді басып қондырамыз. Ал сіздерде Windows болса, олда да осы сияқты далее-далені басып установитті басамыз ол жерде. Қондырылып болды. Бағдарламамыз міне автоматически ашылып жатыр. Бағдарламаны жазып болғаннан кейін сізден логин пароль сұрайды. Ол логин парольді сіздердің оқу орталығыңыз егер Microsoft Teams бағдарламасын қолданса, сіздерге беру керек. Қазір мен өзімдікін қолданып, сіздерге демонстрация есебінде көрсетейін. Почтамды жаздым. Одан кейін пароль. Войти. Күтеміз. Міне, бағдарламамыз ашылды. Бағдарламаның беті осындай. Сол жақ қапталымыздағы мына жерде действие, бұл жерде лента. Бұл жерде соңғы қандай обновлениелер болды, соларды көрсетеді. Соңғы конференциялар, соңғы видеоконференциялар берілген үй тапсырмалар барлығы осы жерде көрінеді. Чат, осы жерде оқушыларыңызбен, басқа мұғалімдермен байланысуға болады. Командада бірнеше класстарды осы жерде қалай тұр, солай жасауға болады. Жаңадан ашып. Қазір қалай ашылу керектігін онда да көрсетемін. Одан кейін берілген тапсырмалар осы жерден көрінетін болады. Календарь, сосын звонки. Звонки мына жерде жеке бір оқушыға жасауға болады, немесе групповой видеоконференция жасауға болады. Мына жерден команда ашып үйретейін. Біріншіден присоединиться или создать команду. Осы жерден создать команду дейміз. Мына жерден класс, название салып, 8-ші сынып. Қазақ тілі. Далее батырмасын басамыз. Сосын осы классқа кімді қосу керек? Соларды тізімнен алып добавить деп қоса береміз. Преподаватели. Онда бүйтіп қоса аламыз. Сонымен, біздің 8-ші сынып қазақ тілі сыныбымыз ашылды. Бұл жерде қандай мүмкіншіліктер бар? Публикация деген көріп тұрсыз. Публикация мына жерде берілген тапсырмалар, оқушылардың комментарийі, одан кейін материалдар барлығы осы жерде көрінетін болады. Келесі файлдар, осы сабаққа қатысты файлдар осы жерге салынады. Записная книжка бар, задание, тапсырмалар, сосын оценки. Сосын оценки. Бұл жерде оқушылардың бағалары көрінеді. Яғни мұғалім болсаңыз, сіз бағаларды қоя аласыз. Оқушылармен видеоконференцияны өткізу үшін керекті сыныбымызға барамыз. Сол сыныптан жоғарыдағы
встречаны басамыз. Басқаннан кейін начать собрание. Собрание басталған бойда осы сыныпқа қандай оқушылар келеді, солардың тізімдері міне оң жағымыздан шығады. Оларға телефондарына лезде уведомление барады. Астын қатарда міне көріп тұрғандай уақыт шығып жатыр. Одан кейін камераны сөндіріп, яғни қосуға болады. Одан кейінгі дауысты да тоже сөндіріп қосуға болады. Одан кейінгі инструмент міне открыть панель обмена контентом дейді. Бұл жерде біздер досканы қолдансақ болады. Бұл доска электрондық доска. Бұл жерде сырлауға, бояуға, жазуға бәрінде болады. Бұны тоқтату үшін остановить демонстрацию басамыз. Келесі дополнительное действие, мына жерде полноэкранный режим, параметр, запись жасауға болады. Осы егер бір оқушылар қосылмаған жағдайда, үлгермеген жағдайда, начать запись деп, осы сабақты жазу арқылы оқушылар осы видеоны сосында кейінде көре алады. Чат оқушылармен пікір алмаса болады осы жерде. Сосын показать участников. Міне осылай дополнительно тағы да бір қосымша адамдарды қосқыңыз келсе, пригласитке атын, фамилиясын немесе почтасын жазу арқылы қоса береміз. Ол үшін жалпы ол оқушылар осы Microsoft Teams-тің базасында болу керек, мектептің базасында болу керек. Өстіп басып шақыра береміз. Аяқтау үшін завершить звонок. Видеоконференциямен жаңа таныстық. Енді тапсырмаларды беру үшін задание пунктіне кіреміз. Начать работу. Создать деймізде, міне отдельно задание істеуге болады, отдельно тесттер жасауға болады. Задание көрсетейін сіздерге премия есебінде. Мысалы, есеп шығару деп. Инструкциясын жазуға болады, егер инструкциясы болса, мысалы балл беретін максимум баллын жазып кетсеңіз болады. Осы тапсырмаға мысалы 100 балл дейік. Қайсысына міне бізде қазір 8-ші сынып қазақ тілі белгіленген. Мысалы математикаға ауыстырайық. Бұл тапсырма 6-ші класс математика арналған. Все учащиеся деп тұр, барлығына бұл тапсырма барады. Дата выполнения қай уақытқа дейін уақыт қойға болады. Мысалы 27 август дейік. Сағатында өзгертуге болады. Одан кейін добавить ресурс деген бар. Бұл жерге материалдарды бекітіп қойсақ болады. Жүктеп болғасын назначить кнопкасын басамыз. Міне дайын назначенный есеп шығару. Срок 27 август.